Салют, здравствуйте. Сегодня будем продолжать нашу тему. Последняя тема, которая на прошлой неделе, которую вы должны были пройти, numerals, то есть исчислительные. Эта тема добавилась, и плюс предыдущие темы по книге Educon, английский язык, вот вторая часть, вторая книга. Оқушылар, бүгін біз жаңа тақырыптық тест талдауды жалғастырамыз. Educonның екінші кітабы бойынша ағылшын тілі өткен тақырыптардан бойынша тест. Бүгінгі сабақта өткен соңғы сабақтың несі қосылады, жаңағы сан есімдер. Сол алдыңғы нелер тақырыптар тура сол қайталанады. Кеттік ал нелімізді жасайық. Бірінші сұрақтарда бізде бұл conditionalsқа байланысты сұрақтар and subjunctives. If she had harder, she would have passed the exam. То есть ол өтуші еді, егер қаттырақ дайындалғанда да. If she had studied болады. Мына жерде past perfect, мына жерде would have. Бұл бізде third conditional. Ребята, здесь в этом вопросе третье изъявительное наклонение, third conditional. Здесь past perfect, if she had studied harder. И второе предложение would have глагол в третьей форме. Во втором вопросе это у нас subjunctive I wish I were. То есть wish. I wish how to solve this. I knew. Я хотел бы знать, как решить эту проблему. Құрметті оқушылар, уже subjunctive тақырыбына байланысты I wish I did болады өткен шақта. В данном случае no knew екінші неде формадағы жаңа етістік өткен шақта. Келесі I wouldn't trust him. Мен сен болсам, оған сенбеуші едім дейді. Бұл бізде second conditional. Ребята, тут у нас second conditional. Если бы я был тобой, я бы ему не доверялся. Не доверял, да? If I were you. По идее, past simple I будет was для I, да? Но так как здесь third conditional, subjunctives, мы используем were вместо was. Не забываем, да? Құрметті оқушылар, негізінде I was болады өткен шақта, бірақ if болған үшін conditional sentence'дарда, unreal conditional'да біз was'дың орнына were қолданамыз, иә? Естеріңізде болса, ұмытпаңыздар. Бұл көп кездесетін сұрақтардың біреусі. He talks as if he everything. Он говорит, как будто он знает все. Ол бәрін білетіндей әрекет сөйлейді дейді, да? Бәрін білетіндей. Ол өткен шақта as if he knew. Бұл да unreal conditional, болмайтын нәрсе. Сол үшін өткен шақты қолданамыз бір жерде. She enjoys reading. Enjoy doing something. She enjoys reading in the evening, yeah? Тут у нас infinitives плюс этот infinitive или ing, да? Геройный, то есть. Идемте дальше. I decided to go abroad. Я решил поехать за границу в следующем году. Мен келесі жылы шетелге баруға шешім қабылдадым дейді. I decided to do. Білесіздер, да? He avoided answering the question. Avoid doing something. He avoided answering. Avoid это избегать, делать что-то, да? После avoid мы добавляем ing к глаголу. Avoid doing something. Так, дальше идем. Восьмой вопрос. They promised to call us soon. Они обещали нам позвонить скоро, да? Олар бізге жақында телефон шалуға не істеді? Сөз берді дейді. Бір нәрсе жасауға. Promise to do болады. I saw him entering the room, да? Мен оның бөлмеге кіріп бара жатқанын көрдім. Я увидел, как он заходит в комнату. See somebody doing, да? Не забываем также, что если видишь полностью, как это происходит, I saw him enter, если это полностью. Ну, часто на экзамене спрашивают вот именно эту версию. See somebody doing something. Так, он сұрақ. She made me the task again. She made me do. Она заставила меня делать это задание. Make somebody do something, yeah? А егер пассив болса, to do болады. Мына пассив болмаған үшін, актив болған үшін біз do қолданамыз. Ребята, make somebody do something это такая структура, которая без этого предлога to делается, но если это стоит в форме пассив, то есть в родительном причастии, тогда будет to do. I was made to do the task again. А здесь так как актив, поэтому просто do ставим. He said to be. Здесь у нас passive construction. Как мы это называем? Пассивная конструкция. Бұл жерде passive construction қолданылған, құрметті оқушылар. He said to be. Ол жаңағы өте дарынды болғаны айтылады. То есть ол айтылады дейді, да? То есть іс-әрекет жаңағы неге бастауышқа болады. Бұны passive деп аталады. Ребята, то есть действие происходит на существительный, на этот подлежащий, поэтому это у нас пассивная конструкция, да? Действие происходит на этого подлежащий. Идемте дальше. I heard her sing a song. Я слышал, как она поет от начала до конца. I heard her sing.
a song, да? Я слышал, как она поет. Ну, это если здесь будет sing a song, значит, я услышал полностью, как она поет песню, да? Құрметті оқушылар, мен оның жаңағы ән айтуын толықтай бастан аяқ естідім. Сол үшін I heard sing a song болады, да? Так, келесі. 12-ші сұрақ, 13-ші сұрақ. Следующий вопрос, 13-й вопрос. Так, the homework, he went outside. Это у нас называется participle, да? В данном случае present perfect participle. Это причастный оборот. Сделав домашнее задание, он вышел на улицу. Having finished the homework. То есть, закончив. Having finished. Үй тапсырмасын аяқтап, ол далаға шығып кетті, да? Аяқтап дегенде біз жаңағы причастный оборот не болмаса жаңағы participle. Нақты осы кезде present perfect participle. Не үшін? Өйткені аяқтап болғаннан кейін басқа іс әрекет істеді. Сол үшін present perfect. Present perfect ол аяқталған деген мағынаға келген үшін соны қолданады. Келесі сұрақ. The boy in the yard is my brother. Мальчик, играющий на площадке, это мой брат дейді. Неде ойнап жатқан, алаңда ойнап жатқан менің бауырым дейді. Ойнап жатқан деген playing болады. The boy playing. Ойнап жатқан бала дейді. Келесі. By the teacher, the student corrected his mistake. Нәрседе не passive participle болып тұр. Өйткені мұғалімнен әңгіме естіп, оқушы өзінің несін қатесін түзеді дейді. Being told by the teacher, the student corrected his mistake. Мұғалім айтылды. То есть, the studentке іс әрекет болды. Сосын кімне? Мұғалім арқылы. Being told, passive конструкция қолданылып тұр. Келесі, tired, she continued working. Шаршап тұрса да, ол жұмысын жалғастырды. Being tired болып тұрса да. Даже уставшая, она продолжала работать. Being tired. Здесь у нас present continuous participle, да? Так, he said, I am busy. He said that he was busy. Өйткені, am-ді өткен шаққа ауыстырамыз. Өйткені, бұл не болады? Бұл бізде reported speech. Ол сөйлеген кезде уже өткен шақта кетіп қалады. Сондықтан, be-дің орнына was қоямыз. I am-дің орнына I was busy боламыз. He said that he was busy. Кеттік. She said, I will call you. She said that she will қалай өзгереді? Өткен шаққа would бұл өзгереді. Ребята, опять вот этот reported speech will меняется на would. То есть один этот назад двигается, да? Один tense. Следующий вопрос. He said, I saw her yesterday. He said that he... Здесь и так-то уже в прошедшем, значит, это должно быть до этого прошедшего, получается, past perfect должно быть, да? Past simple, past perfect. He said that he had seen her the day before. Он сказал, что он увидел ее днем ранее. Келесі, she said, I can help you. Она сказала, я могу тебе помочь. Ол, мен саған көмек саламын деп айтты. She said that she can өткен шақта could болады. Can в прошедшем времени становится could. То же самое reported speech, да? Следующий вопрос, уже тема другая, это у нас comparative. This task is than the previous one. Is easier. Из двух слогов состоит последний y, поэтому more не надо использовать, мы делаем easier. This task is easier than the previous one. Легче, чем предыдущее это задание, да? Құрметті оқушылар, мына жерде салыстырмалы қарай, мына тапсырма алдыңғыдан жеңілірек дейді. Жеңілірек бізде easy екі неден тұрады, буыннан тұрады. Y-ға аяқталған үшін біз ER жалғай саламыз. Y-ды алып тастаймыз, жаңа үндестік заңы бойынша, жаңа нені қосу заңы ережесі бойынша. Кеттік ары. He runs than his brother. Faster than. Ол өзінің бауырынан жылдамырақ жүгіреді. Он бегает быстрее, чем его брат, да? Сравнительная степень. She is one of the students in the class. Она одна из самых умных учениц в классе. Ол сыныптағы ең ақылды оқушыларының бірі дейді. One of the most intelligent. Естеріңізде болса, күшейтпелі шырайда біз the қосылған most и жаңағы егер ұзын сын есім болса, осындай қолданамыз. The most сын есімді қолданамыз. Ребята, если вы помните, в высшей степени, как мы говорим, в высшей степени, да, самый этот, одна из самых умных студенток, учеников, учениц в классе, да, the most intelligent. Келесі сұрақ. It was an interesting lecture. It was, мына жерде болған үшін
a very interesting lecture деп айта аламыз. Much interesting мына жерде немен грамматикалық тұрғыдан келмейді. Здесь у нас это называется modifying, модификация, да? A very interesting lecture. Здесь так как предлог a, мы не можем туда поставить некоторые too interesting. Ну, они все грамматически подходят по звуку, но по значению здесь только подходит very, да? Келесі 25. She bought a beautiful red beautiful silk, beautiful. Ребята, если помните, такое правило осакон. Когда появляется много прилагательных, то используем вот это осакон, чтобы поставить их по правильном порядке. Құрметті оқушылар, естеріңізде болса, бірнеше сын есім бірге келген кезде осакон ережесін қолданамыз. Лайфхак ретінде сіздерге айтылған еді. Бірінші opinion келеді, одан кейін жаңағы size, одан кейін age, одан кейін country, қай жерден шыққан, color, түсі, одан кейін origin, қай мемлекеттен шыққан, одан кейін барып noun келеді. Сондықтан бізде бірінші opinion beautiful болады. Біреу үшін beautiful, біреу үшін ugly болуы мүмкін, то есть относительно. Сол үшін opinion beautiful мен басталған үшін бір ғана вариант, осы ғана дұрыс. Біз көрдіңіздер ме? Бәрін қойып керек емес. Главное, біріншісін тауып алса, опа деп қалғанына уже сразу тауып алсақ болады, да? Қалғандарда негізі мысалы red деген жаңағы color мына жерде тұр, и silk деген жаңағы материал жазылып мына жерде. Сол originда тұрады. Реттілігі дұрыс тұр қалғандар. Ребята, тут осакон правило, помните, да? Сначала идет opinion, потом size, потом age, потом color и так далее. Вот у нас поэтому opinion первый, вот beautiful. Нам не обязательно каждое слово, но главное, что первое слово стоит, сразу нашли, да? Не будем терять время, на экзамене особенно. Так, 26 вопрос. Never such a beautiful place. Здесь у нас инверсия, то есть никогда я не видел такое красивое место, да? В английском языке, когда вот эти adverbs здесь, negative adverbs идет первым, negative, дальше уже negative adverbs уже меняется места этого подлежащего. Здесь должно быть подлежащее, но здесь становится auxiliary verb, то есть вспомогательный глагол. А потом уже идет вот этот подлежащий subject. А потом уже идет глагол. Видите, как она меняется? Типа как вопрос, но это инверсия. Никогда я не видел такое красивое место. Даже в русском языке. Мы же, по идее, правильное предложение будет, я никогда не видел такое красивое место, да? А когда инверсию делаем, никогда не видел я такое. Ну, более такое, как мы это, эмфатически делаем акцент. Никогда я не видел. Речь меняем. Ну, она встречается в основном в литературном языке. Это более формальный, да, такой? Құрметті оқушылар, егер жаңағы negative adverbs жаңағы бірінші келген кезде, келесі кезекте жаңағы не деуші еді, бастауышпен көмекші етістің орнына ауысады да, сұрақ сияқты келінеді, бірақ сөйлем инверсия болып аталады. Never have I seen such a beautiful place. Негізі I have seen ғой, бірақ мына жерде have I seen болып кетеді. Так, 27 вопрос. Hardly, то же самое. Hardly when the phone rang. Hardly had I left. Не успела выйти, как телефон позвонил. Шымен шықпай жатып телефон звондап қалды. Бұл жерде де инверсия, жаңағы hardly had I left бірінші auxiliary көмекші етіс, одан кейін жаңағы subject, одан кейін барып етіс келіп жатыр. Келесі сұрақ. There are students in the room. There are 25 students in the room. Мына жерде ешқандай не керек емес. Бұл жаңағы numerals деген тақырыпқа байланысты, сан есімге де. Ребята, здесь у нас there are 25 students, да? Обычный самый исчисляемый 25. Здесь не пятерочку, не 25, да? Мы здесь не порядок говорим, а общий говорим. Здесь там 25 учеников в этом классе, да? Так, 29 вопрос. He finished in the third place. В третьем месте. Он закончил на третьем месте. In the third. Здесь мы знаем, какой именно. Именно третий. Поэтому здесь используется что? Article the. Құрметті оқушылар, ол үшінші орында бітті. Нақты үшінші орын болған үшін article the қолданамыз. Нақты болған үшін. Естеріңізде болса. Және де соңғы сұрақ. 2/3 болады. Өйткені бұл көпше. 2/3 оқушылардың емтиханнан өтеді. 2/3. Ребята, здесь множественное число 2/3 говорится. Будет правильно. Почему? Если бы было 1/3, тогда это было бы в единственном числе. А здесь так как множество из 3, да? 2/3 учеников, да? Используем множественное число. Да, и на этом наш стрим подходит к концу. Все, до свидания. Завтра у нас IELTS. Будьте с нами. Ертеңімізде IELTS. Құрметті оқушылар, бізбен бірге болыңыздар. Қош сау, бүгінше.